Қазақмыс компаниясы қызметкерлерінің балаларына лагерге тегін жолдама берді. Балалар отандық демалыс орны Балдәуренге барып қуанышымен бөлісті. Кейбірі робототехника жасауға жаңа мүмкіндік алса, ал енді бірі дәрігердің міндетімен танысты. Жазғы демалыс оларға ұнады ма? Тілші сюжетін көрейік. Биыл 1027 балаға республикалық Балдәурен оқу сауықтыру орталығына тегін жолдама берілді. Детей мы привозим. Қазақмыс компаниясы жылда қызметкерлердің балаларына ерекше көңіл бөледі. Ата-аналар балалардың барып келу жолына қауіпсіздігіне алаңдамайды. Оның барлығын компания өз бақылауына алған. Көпбалалы ана, ерекше баласы барлар, күміс және алтын алқамен марапатталғандар. Өндірістік жарақат алғандар бірінші және екінші топтағы мүгедектердің балаларына жолдама тегін берілді. Кенші, металлург, басқа да қызметкерлердің балалары Жезқазған, Сәтпаев, Балқаш, Қарағанды, Теміртау өңірлеріндегі үздік Балдәурен лагерлерінде демалуда. Наше новшество по сравнению. Мұнда келген балалар жан-жақтан жиналғандықтан қоғамға тез бейімделіп, көпшіл бола бастайды. Спорт, музыка, критикалық ойлау, ораторлық шеберлік, білім, шығармашылықтарын шыңдайды. Балаларға барлық жағдай жасалған. Келесі жылдан бастап қаржылық сауаттылықты үйрете бастаймыз. Қазақмыс компаниясымен 2018 жылдан бастап келісім оң жолға қойылған. Басқа қызметкерлер де балаларын Балдәурен демалыс орнына жібере алады. Төлімнің 20%-ын сатып алса, қалған шығын компания қаражатынан өтеледі. Мой папа работает в Қазақмыс. Менің әкем Қазақмыста құю және механикалық зауытта жұмыс жасайды. Мұнда оқ жетпес тауы, Абылайханның жайлауы және Жұмбақтасқа жаңа достарыммен бардық. Маған бұл лагер қатты ұнады. Балалардың ата-аналары Қазақмыс компаниясы жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамның басшылығына үлкен алғысын білдірді. Берік Дүйсенбай, Диана Қадыр. Хабар.